Негізі адам баласы үш жағдайда діннен шығып кетеді дейді ғалымдарымыз айтады. Бірінші, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатса дейді. Яғни Алланың жаңағы баласы бар деген сияқты, ол туылады деген сияқты, я болмаса көзі бар, қолы бар, біздікіндей дейтін болатын болса, Алла сақтасын, ол жаратылысқа ұқсатқан болады. Алланың затын ол адам баласы діннен шығып кетеді. Ол адамға қайтып тәубе ету керек болады. Екінші, іс қимылы менен дейді. Мысалы, шарафатты болған заттарды, дініміз шариғатымызда шарафатты болған зат, ол ең үлкен зат, ол Құран, Алланың кәләмі. Құранды мысалы өртеуі мүмкін, Алла сақтасын, таптауы мүмкін, сол бір шарафатты болған заттарға құрметсіздік көрсетіп, әдейі істейтұғын болатын болса, Алла сақтасын, ол адам баласы сол ісімен де діннен шығып кетеді дейді. Ал енді үшіншісі, ол сөзіменен дейді. Қараңыз, бағанағыдай пайғамбарды мазақ қылуы мүмкін, Алланы мазақ қылуы мүмкін, Құранды тіліменен сөйлеп мазақ қылуы мүмкін, я болмаса жаңа пародия жасауы мүмкін, Алла сақтасын. Мына әзіл-сықақ театрында ойнап жүрген бауырларымыз бар ғой жаңағы. Неше түрлі нәрселерді айтып, Алла туралы, пайғамбар туралы әзіл-сықақтар құрып, ол Алла сақтасын діннен шығарып жібереді жаңағы. Алла сақтасын, ол діннен шығарып жіберетін мәселе адам өзі немен ойнасын, сол дінмен ойнамасын, Алла сақтасын. Сондықтан Алла тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етіп, иншалла күнәларымызды кешірсін.